Сабағымыз 92-ші сабақ заттың санын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу санамақта түсініп оқы. Санамақ. 1 дегенім білім, 2 деген еңбек, 3 деген үміт, 4 деген төзім, 5 дегенім берік, 6 дегенім ақыл, 7 дегенім жеңіс, 8 дегенім сенім, 9 дегенім тоқу, 10 дегенім оқу. Қайшты емес қорқу, білгеніңді балам, көңіліне тоқу. Санамақ мазмұнын өздері талқылаңдар. Өлеңнің соңғы 2 жолын көшіріп жаз дейді балалар. Екінші жаттығу көптен орнына тиіссізді қойып жаз дейді. Bir аптада 7 күн бар. Дүйсенбі аптаның 1-ші күні. Сейсенбі күні 4 сабақ болады. Балалар естіп көшіріп жазасыздар. Үшінші жаттығу түр көздері берілген сіз әріптерден апта күндердің аттарын тап дейді. Бірінші сейсенбі, дүйсенбі, міне дүйсенбі, жерде жұма, бейсенбі, жексенбі, иә? Міне балалар, естіп алады екенбіз. Балалар, аптаның 7 күні бар, иә? Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі, иә? Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сағат кездескенше сау болыңыздар.